Selim dostlar. Bugün bizden Nazmin Alay'ın YouTube kanalına hoş geldinizler. Bugün ben gelinin rolü oynaydım bolamın. Nazım 24 saat kelin болайын деп жатыр қыздар. Көреміз қандай келін болатынын бірге тамашалаймыз. Like basıp kalpten yazıp Türkiye'de unutmamızdan. Kalkınçık basılığınızda unutmamız. Ne kızı solun siyerağınızdan. Иә. Ал давай біз бастаймыз. Орамалын таға қой, Назым. Видеоның соңына дейін көріңіздер, өте қызықты болайын деп тұр. Назымның қандай келін болатынын көреміз. Назым келін дайын. Aslında kim vardı? Бүгінше мен енесі боламын, Назым келін болады. Қиынмайын. Достар, қараңыздар, төсекті қалай салып қойған, осындайда келін бола ма? Төсек салуды білмейсің ба? Не сұмдық мынау? Давайте төсек дұрыстап сал. Біз қазір ұйықтайын деп жатырмыз, Зара. Давайте дұрыстап жинап, күшті қылып әдемілеп сал. Көреміз қалай салатынын. Комментарийға жазып кетіңіздер, жақсы ма, жаман ба. Анда Арайка жүр қасында. Келін болған қандай екен, Назым? Күшті бар. Бірінші андай. Ыдысы сондай. Бірінші ағара қиын болды. Төсек салған қиын бе екен? Яға шаршайсың ғой. Шаршайсың ба? Комментарийға жаза отырыңыздар, достар. Назым келін болған рөлі қалай шығып жатыр? Ұнап жатыр ма сіздерге? Маға ұнап жатыр. Келін болған Назым. Сен істеп жатқансың ғой. Назым күшті. Егер келін болса, әдемі келін болады екен, қараңыздар, достар. Жарасады екен орамал, да? О, енді әдемі қылып салып жатыр. Енді әдемі қылып шығып жатыр. Мен де несі төсек саламын ғой. Ой, жарайсың, Назым келін. Ой, құлап жеңдет. Шаршадым. Қиын екен. Қайталамаңыздар. Сіздерге ұнады ма, достар, комментарийға жаза кетіріңіздер. Ал енді Назымға мына жерде пилососта деп айтамыз. Еще мына жерде ойыншықтарды жинайсың, Назым келін. Келін болғасын үйдің бәрін жинауың керек. Еще пилосостауың керек. Давайте жинап, төсекті ана шетке жинап, ойыншықтарды жинап, сосын пилосостап ал мына жерді. Аха. Жиырма 24 сағат Назым келін болып жатыр. Қиын бе екен? Шаршадыңыз ба? Иә, Назым келін болып жатыр. Ал енді ойыншықтарды жинап тастап жатыр тез-тезден. Келін алып менің қолым ұзарып жатыр. Ол келініміз Назым. Ал енді болдың ба? Енді пилосостап ала ойна жерді. Қалай пилосостайтынын көреміз.
Қараңыздар достар, қалай істеп жатыр. Сіздерге ұнап жатыр ма? Комментарийға жазып отырыңыздар. Iya, kocok. Halo ya, ke sini. Stolun altına al, stolun altına. Келін болсаңдар осылай үй жинайтындар қыздар. Қарап алыңыздар. Кілемнің үстін келе тастайын деп жатыр, қараңыздар. Кілемнің үстінде шаш бірдеңелер болады, сонда сорып алады пилосос деген. Жарайсың, молодец. Осылай пилосостап жатыр. Пилосостап болды. Енді саған қандай тапсырма берсем екен? Мен сушыңды паста жуып бәле! Ыдыс жуасың ба? Мен айнып тұрмын ұста. Бірақ жуайын. Мен бірінші рет жуайын жатырмын. Орамалың түспей дейін деп тұр тағы. Енді мен келініме мына ыдыстардың бәрін жуғызайын деп жатырмын. Менің әдемі келінім ыдысымды жуып бере ғой. Давайте баста. Бірінші мынаған төгіп, мынаған ыссы су құйып алып, фер құйып осыған жуасың, жарай ма? Мында апарып төгесің. Фер ма? Осында шайып ал. И потом төк. Осы жерден ыссы су толтырып аласың. Сосын анда апарып посудаңды жуасың. Қазір бірге көретін боламыз ыдысты қалай жуатынын. Өте қызық ойын деп тұр. Назым бірінші рет ыдыс жуайын деп тұр да. Суын толтырып алды. Енді анда апарып ыдысын жуатын болады. Феріңді құясың. Кішкене 2 тамшытамыз, жарайды. Аты көпіріп кетеді. Болды, жарайды. Анда губкаңды алып бастай ғой. Бірінші кеселерден бастайсың да. Көпіріп жатыр ма? Кесеңді салы суға. Ыссы сумен жумасаң, мына посуданың майлары кетпей қалады аты. Иә. Сол үшін ыссы сумен жуасың ыдысты. Ыссы сумен жуып. Бірінші ішін жуып, сосын кесенің сыртын жу. Сосын кесенің сыртын айналдырасың. Ал қараңыздар достар, Назым ыдысты болайын деп қалыпты. Уже бір шамасын жуып тастаған. Менің келінім алтын келін ғой, жарайсың, менің келінім. Осындай келінім бар, қандай бақыттымын. Достар. Назым, сен атаның, папаның рөлін ойнай бермей осындай рөлдерді жарасады екен саған. Мен де мама болған ба? Бірақ басында жумадым ғой. Арайға қандай видео түсірейік, соны да жаза кетіңіздер комментарийға. Соны түсіретін боламыз арайға. Да?
Енді суыңды төгіп, таза суыңды алып келе қой. алайын ба? Ал. Анда апарып төгесің. Вот достар, таза су толдырды. Қазір ыдыстарды таза суға алатын болады. Өшір. Жүр кеттік. Көп толтырып алғансың ғой өзің. Қараңыздар достар, мынандай судың бәрін төкті. Осындай келін бола ма? Осындай келін бола ма? Қараңыздар, судың бәрін мына жерге төкті. Ой, сен ыдыс жуғаның құрсын. Керек емес, таста жумай қой. Қалай келін болып жүрсің, бір ыдысты жуа алмасаң? Достар, комментария жазыңыздар. Келді да мына жерге суды төкті, қараңыздар. Енді су көп қой, енді ауырып кетті ғой. Суды толтырмамайсың ба, құттай алмайсың ба? Өзім тоқта деп айтқан жоқсыз ғой. Мен бәрін айтып отырмаймын ғой, ене деген қасында тұрмайды ғой. Ал достар, кешіреміз ба бір жолға? Комментарийға жазып кетіңіздер. Кешіріңдер. Анда су көп болды. Байқамай қалдым. Жарайды. Соңғы рет кешіреміз. Ал енді келінге тағы бір жұмыс дайындаймыз. Кеттік. Қандай? Ана жерде Хаюконың ойыншықтары шашылып жатыр, соны жинапты. Назым келін нагонтым шашылып қалыпты, жинап бере ғой. Ай, келін, олай айтпа. Бұл сенің міндетің. Осы үйге келін болып түскенсің. Осы үйдің бәрін жинау сенің мойныңда. Жарай ма, қызым? Жарай. Осы жердің бәрін тап-таза қылып жинап бере ғой. Ой, молодец, менің келінім қандай күшті жинап тастаған. Ой, бір мына келін не істеп жатыр екен. Ой, қарағым. Ай, қарағым, келінжан, не істеп тұрсың? Қой, көк жүгілейін таста. Сен қыз емессің енді, осы үйдің келінісің. Отымен кіріп, көлімен шығасың. Ішім қысты ма? Жүр, мен саған шаруа тауып берейін. Анда. Жарайды қызым, жүр, мен саған бір жұмыс тауып берейін. Ана аяқ киімдерді жуып тасташы, айналайын. Балшық-балшық болып қалыпты. Мына қыздың етігін жуып бере қойшы. Ала ғой. Таста микрофоныңды, ұмыт енді. Қыз кезің бітті, енді осы үйдің келінісің. Жарай ма қызым? Аяқ киімді жуып тастай ғой, жарай ма? Сосын мына жердің аяқ киімдерін реттеп жинастырып жібере ғой. Ала ғой аяқ киімді. Анда апарып жуа ғой. Жоқ, аяқ киімді ана кранның астына апарып жуа сал. Алып кет. Мен мына жерге келіп жуа ғой. Енді келін болғансын жайлап осылай үйрене бересің. Мына губканы алып, сонымен жуа ғой. Ой, менің келінім молодец, жуып болайын деп қалыпты. Қараңыздар достар. Назымның келін болып ойнап жатқан рөлі ұнап жатыр ма? Комментарийға жазып кетіңіздер. Маған ұнап жатыр. Осы кезде қолым ауып кетеді, талып кетеді да қолым. Тағы қандай қызықты видеолар түсірейік, комментарийға жазыңыздар, обязательно оқи боламыз. Арай папаның рөлін ойнайды давай. Білмеймін, оны достарымыз жаза кетсін комментарийға, да? Соны түсіретін боламыз. Бізге 10 мың лайк жинап кетіңіздер. Сосын күшті поддержка түсіретін боламыз. Видеоны достарыңызға таратыңыздар, обязательно қарасын. Енді жуып жатыр таза суға. Пақтаңдар достар. Ой, молодец. Молодец. Болды енді. Анда батареяға барып қойып кепсін.
Енді есіктің алдындағы аяқ киімдерді жинап жүр. Иә? Бір шетке қоя соңы. Болды. Осымен біздің видеомыз Аяқталды. Видео ұнады деген ойдамыз. Лайк басып кетіңдер, қалың көшіп басып кетіңдер. Ана кнопканы қызыл тұрған соң сирек қылыңыздар. Обязательно подписаться етіп қараңыздар, достар. Подписаться қалың көшіп басыңдар, аямай лайк басыңыздар. Назымның келін болған рөлі ұнады ма? Комментарийға жазыңыздар. Күшті видео түсіретін бар. Всем пока! Всем пока!